саламатсыздар ма балалар? Физика сабағына қош келдіңдер. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын біз осы топқа бөлініп алайық. Мінекей топқа не туралы екен? Раллидің эмоциялары, ішкі сезімдер туралы. Бұнда осы мультфильмдегі эмоциялар әр адамда бар екен. Барлығымызда осындай эмоциялар болады. Мысалы, біз бүгінгі сабағымызда өзіміздің эмоциямызды қалай көрсетеміз, сол эмоцияларды таңдау арқылы өзіміздің эмоцияларымызды білдіреміз қазір. Ал балалар, біз сабағымызды жалғастырамыз. Енді өткен тақырыпты мен сіздерден жұмбақ қою арқылы сұрасам деймін. Кім жұмбаққа жауап бергісі келеді? Мысалы, мына жерде 4 жұмбақ бар. Осының ішінен таңдасаңыздар болады. Не өзі жоқтай көрінер, әсері бар білінер, сымда айнала жүрсе, егер бақтың оның кім білер? Бұл жерде 2 жауап та бар. 2 жауап бар. Бақтың қайда ағарын менсіз ешкім табалмас. Бақты маңыз көрсің, 4 саусақтан асалмас. Бұл жұмбақтың жауабы бізде оң қол ережесі. Жақсы, оң қол ережесі дегеніміз не? Оң қол ережесі айтпас бұрын мен магнит өрісінің не екенін айта кетсем, магнит өрісі дегеніміз қозғалатын зарядтар арасында пайда болатын өріс болып табылады. Осы өрісті біз бақты анықтау үшін осы оң қол ережесін пайдаланамыз. Оң қол ережесіндегі бас бармақ бізде топ көзінің бағыты болса, қалған саусақтарымыз магнит өрісінің қайда бағытталатынын көрсетеді. Жақсы, тамаша. Жақсы, оқушылар? Балалар, өткен сабақта сендер жұмбақты шешу арқылы айтып шықтыңдар, кері байланыс жасадыңдар. Енді біз жаңа тақырыпты да мен жұмбақ арқылы сендерге жеткізгім келіп тұр. Яғни жұмбақ арқылы сендер бүгінгі тақырыпты ашасыңдар. Енді осыған жұмбағымызды ашайын мен. Алақаным өріске қарай, саусақтарын тоқты табар, бас бармақпен көрсетіп, күш бағытын не табар? Қалай ойлайсыңдар? Сол қол ережесі. Өрісте бар, топта бар, екеуі бірге қосылса, тыныш тұрған өткізгіш қозғалысқа асығады. Бүгінгі тақырыбымыз сонымен параграф 46 антикүшті сол қол ережесі. Өткізгіштің арқылы топ өткенде, оның айналасында не болады? Не пайда болады? Магнит өрісі пайда болады. Осы магнит өрісіне міне мынау таға тәрізді магниттің айналасында өріс әсер еткен. Сол себепті өткізгішіміз қозғалып жатыр. Енді бұның бағыты қалай анықталады? Бағыты оның сол қол ережесі арқылы анықталады екен. Яғни біздің 4 саусағымыз тоқтың бағыты болатын болса, ал алақанымызға магнит өрісі солтүстік полюстен ілінен кіреді, және бас бармағымыз ол ампер күшінің бағыты болып саналады екен. Кілтті қостық, ток жүрді. Енді осының айналасында міне мынау магнит өрістері. Енді осы түзу өткізгіштің айналасындағы магнит өрісі қай қол ережесі бойынша анықталатын? Сол қол ережесі бойынша анықталатын. Мына жерде ток қандай бағытта өтіп жатыр? Бір-біріне параллель ма, қарама-қарсы ма? Қарама-қарсы бағытта өтіп жатыр екен. Ендеше қараймыз балалар. Қарама-қарсы бағытта өтіп жатыр. Енді мына жерде ток міне оң қол ережесі бойынша анықтаймыз. Ток мына бағытта өтіп жатыр. Ал мына ішіндегі олардың нелер деп ойлайсыздар? Электрондар, жақсы, тамаша. Электрондарға токтың бағыты қарсы бола ма, бағыттас бола ма екен? Қарсы бағытта болып екен. Яғни токтың бағыты оң полюстен шығып, теріс полюске бағытталса, ал электрондар керісінше теріс полюстен шығып, оң полюске бағытталады екен. Енді мына жерде көрсетіп қойғандай, анимацияда көрініп тұр, түзу өткізгіштің айналасында жаңағы магнит өрісі пайда болады, және де оның бағыты оң қол ережесімен бағытталады. Енді байқап отырғандай, егер топтар қарама-қарсы бағытта болса, олар бір-біріне тартыла ма, тебіле ма? Тебіледі. Мына жерде тебіліп тұр. Қандай күшпен тебіледі екен? Ампер күшімен тебіледі. Тамаша. Ал енді осы жерде ампер
күшінің формуласы F-тен мю бөлінген 2π көбейтілген I1 көбейтілген A2 бөлінген D көбейтілген дельта L. Бұл жерде енді мю дегеніміз магнит тұрақтысы, білесіңдер, D дегенің екі өткізгіштің ара қашықтығы, міне F дегеніміз ампер күші, дельта L деген магнит өрісінің әсер ету аумағы, яғни өткізгіштің ұзындығы. Енді ары қарай I1, A2 екі өткізгіштегі топтардың шамасы. Сонымен ампер күші дегеніміз магнит өрісі тарапынан тоғы бар өткізгішке әсер ететін күшті айтады екенбіз. Таныс емес сіздерге енді альфа бұрышы болуы мүмкін. Бұл альфа бұрышы дегеніміз түзу өткізгіштен магнит өрісінің арасындағы бұрышты айтады екенбіз. Бұл альфа бұрышы. Арасындағы бұрыш 90 градус болатын болса, онда ампер күші максимал шамаға жетеді екен. Ал енді одан азая беретін болса, ампер күші де әлбетте азаяды. Өйткені синус 90 градуста нешеге тең? Бірге тең, иә? Ал енді ол бұрыш азая берсе, ол бірден төмен бола береді. Сондықтан ал ең минимал шамаға немесе нөлге ол қай кезде жетеді ампер күші? 180 және альфа бұрышы қанша болғанда? 0 градус болғанда. Яғни магнит өрісімен ток күшінің бағыты параллель болған кезде ол нөлдік шамаға жетеді екен. Жақсы. Бізде мынау А суреті бойынша алақанымызға магнит өрісі кіреді, төрт саусағымыз токтың бағыты, ал баспаларымыз ампер күшінің бағыты. Ол жоғарырақ еді. F Тамаша. Жақсы. Алақанымызға магнит өрісі N арқылы кіреді, төрт саусағымыз ток күшімен бізден ары қарай, ал бас бармағымыз ол ампер күші. Сызбамыз сол қол ережесі арқылы анықталады. Бізде төрт қолымыз ток күшінің бағыты. Бізде N бөлісінен бізде электр токтары кіріп, магнит өрісі кіріп, бас бармағымыз F күшінің бағытын көрсетеді. Демек біздің F-іміз бізден ары қарай бағытта ие. Жақсы. Келесі тапсырмамыз балалар тағы да 3 топқа беріледі. Бұл жерде бірінші тапсырма сол қол ережесі бойынша ампер күшін анықтау. Сіздер бұл жерде ампер күшін анықтайсыздар. Мына суреттер бойынша А және Ә суреті бойынша. Екінші тапсырма екінші топқа. Бұл жерде сіздерге берілген мынау мәліметтер бойынша есеп шығару, яғни ампер күшінің модулін анықтау, сан мән анықтау керек болады. Мынау берілген шамалар арқылы. Енді келесінде үшінші тапсырма, бұл үшінші топқа балалар. Бізде бұл жерде әсер етуші фактор, яғни альфа бұрышының 90 немесе одан кіші мәндерінде оның альфа бұрышының қалай әсер ететінін және ток күшінің артса ампер күші артады немесе кем болатынын анықтау керек болады. Енді келесі біз тәжірибе арқылы анықтап көрейік ампер күшінің бағытын және бұл жерде өткізгішіміз магнит өрісінде қозғалама тогы бар, жоқ қозғалмай ма, осыны біз бақылап көреміз. Ол үшін біз мына жерде токты қосамыз және де балалар келіп өздеріңіз бақылап көрсеңіздер болады. Енді балалар магнит өрісін жақындатайық. Бізде мына қозғалғанын байқап тұрсыңдар ма? Байқап тұрмыз. Яғни өткізгіш арқылы ток өткенде магнит өрісінде ол қозғалады. Мына енді келесі бағытты көрейік. Келесі бағытында да бізде қозғалады екен. Қозғалыс бар. Келесі есепті жазалы тақта. Біздің есебіміздің жауабында, яғни 180 градуста ампер күші 0-ге тең болады, сондықтан F-а тең 0. Енді балалар біз сабаққа кері байланыс берейік және өздеріңіздің рефлексияларыңызды, көңіл-күйлеріңізді бүгін қандай болып сабақтан кейін аяқтағандарыңызды мына эмоцияларға іліп кетесіздер. Жақсы, енді жазып кері байланыс берейік сабаққа қандай болып жатқанын. Бүгінгі сабақта қай жерден қиналдыңыздар, бүгінгі сабақта сіздерге не
ұнады, қай жері сабақтың тиімді болды, және не білдіңіздер мысалы.